Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі және дәмді мерекелік салат жасайтын боламыз. Салатымыз өте оңай, тез жасалады. Ал сіздер менімен бірге болыңыздар. Біз салатымызды жасау үшін керек заттарымызды дайындап аламыз. Қандай заттар керек екенін описание бөліміне қалдырамын. Алдыменен қиярымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай жартылай жіңішке етіп бәрін кесіп турап аламыз. Енді заттардың қайсысы қаншадан керек екені өздеріңізге байланысты, қанша салат жасауларыңызға қарай аласыздар. Қиярларымызды осылай кесіп алғаннан кейін қызанағымызды керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз да оны үлкен төртбұрышты оларды да турап аламыз. Осы қызанақтың орнына черри қызанағын қолдансаңыздар да болады. Қызанақтарымызды кесіп алғаннан кейін бұл сыр менде сулугуни деп аталады. Осы сырымызды да жіңішке төртбұрышты етіп бәрін кесіп турап салатқа қосамыз. Сырымызды қосқаннан кейін бұл менде ысталған тауық еті, яғни копченая курица, тауық етімізді де турап қосып аламыз. Бұл еттің орнына тауықтың етін өздеріңіз қайнатып қоссаңыздар болады, шұжық қосуға болады, өз қалауларыңыз бойынша. Етімізді турап қосып алғаннан кейін салатымыз бөліп қоя тұрамыз да аны чечил сырын осылай бауын шешіп алып, өзімізге керекті кішкентай ғана бір бөлігін кесіп аламыз. Сосын сырымыздың әрбір бөлігін осылай тағы да жіңішке ұзын бөліктерге бөліп шығамыз. Сырымызды бөліп дайындап алдық. Енді салатымызды тұз қосамыз. Тұзды көп қоспай қойыңыздар. Сосын керегінше майонез қосып салатымызды араластырамыз. Тұзды көп қоспаңыз дегенім, кейін соңында жейтін кезде чечилмен бірге жегенде ащы болып кетуі мүмкін. Сол үшін өте көп керек емес. Салатымызды араластырып алдық. Енді өзіңіздің қалаған тарелкеңізге осылай салат жапырағын салып, оның үстіне салатымызды әдемілеп ортасынан үйіп салып аламыз. Салат жапырағы да мұнда міндетті емес, енді осылай қойғанда әдемі көрінеді деп ойлаймын. Жегенде де дәмі өте үйлеседі бір-бірімен. Мінекей салатымызды салып алдық. Енді үстіне жаңағы дайындаған чечил сырымызды әдемілеп үлпілдек еткізіп, тауға ұқсатып салып шығамыз. Бұл салатты алатау, снегурочка деп те атайды. Мен жай мерекелік дәмді салат деп атағым келді. Алдымызда 8 наурыз келе жатыр, 22 наурыз келе жатыр. Осы мерекелерде жасап көріңіздер. Салат өте дәмді, бізге қатты ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер сіз әлі де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Сау болыңыз.